Мал сойғанда жылқының басының салмағын өлшеп, оны онға көбейтсең, жылқының таза етінің салмағы шығады дейді. Қазір оны тексеріп көреміз. Бүгін бір кертай пышақта ілінген, қазір басының салмағын өлшеп көреміз. 15 килограмм шықты. Бұл есеппен жылқының еті 152 килограмм шығу қажет. Жылқының етін 3 бөліп өлшедік. Бірінші бөлігі 60 килограмм шықты. Екінші бөлшегі 61 килограмм шықты. Үшінші бөлігі 47 килограмм шықты. 1 килограммды парынс деп алып тастасақ, жылқының таза етінің салмағы 167 килограмм шықты. Айырмашылық 15 килограмм болды сонда. Осының алдында жылқының алдыңғы сирағын гірге салып өлшеп, оны 100-ге көбейтіп, жылқының таза етінің салмағын анықтау әдісін тексеріп көрген болатынбыз. Онда айырмашылық 30 килограммдай болған. Жылқының басын өлшеп шыққан салмақты 10-ға көбейтіп, жылқының таза етінің салмағын анықтау әдісі сирақты өлшеп, одан шыққан санын 100-ге көбейту әдісінен қарағанда нақтырақ екен. Енді бірыңғай келгенде жылқының алдыңғы қолын өлшеп, шыққан санды 10-ға көбейтіп, сойылған жылқының таза етінің салмағын анықтау әдісін тексеріп көреміз.